энергияны сақтау қабілеті жердегі бүкіл тіршілік үшін өмір сүрудің маңызды шарты. Күннен алған энергиясын сақтайтын өсімдіктерден бастап, тағамнан алған энергиясын сақтаушы жануарларға дейін. Біз күнделікті қолданатын қазбалы отындар өлген өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары болып саналады. Күннен алынған энергия миллиондаған жылдар бойы сақталып, бүгінде біздің энергиялық қажеттілігімізді өтеу үшін өндірілуде. Потенциалдық энергия бір формада сақталып, қажет болған жағдайда басқа формаға ауысатын энергия. Потенциалдық энергия әртүрлі формада кездеседі. Химиялық энергия молекулалық байланыстарда сақталатын потенциалдық энергия. Ол химиялық реакциялар арқылы бөлінеді. Мәселен, батареялар қажет кезде электр энергиясын шығаратын химиялық заттардан тұрады. Материалдар қысылу немесе созылу арқылы деформацияланғанда энергия серпімді потенциалдық энергия түрінде сақталады. Энергия материалды созу кезіндегі кедергіні еңсеру үшін қолданылады. Материал өзінің бастапқы формасына оралғанда, энергия кинетикалық энергия немесе қозғалыс түрінде шығарылады. Биіктікке көтерілген дененің потенциалдық энергиясы болады. Ол дене құлағанда кинетикалық энергияға ауысады. Бөгеттер осы қағидамен жұмыс істейді. Бөгет артындағы су бөгет алдындағы судан әлдеқайда жоғары орналасқан. Су турбина арқылы төмен құлаған кезде потенциалдық энергия кинетикалық энергияға айналып, генераторларды қуаттандырады. Химиялық, серпімді және гравитациялық потенциалдар энергияның сақталуының бірнеше түрі ғана. Олар бізге энергияны қашан бөлуіміз керектігін таңдауға мүмкіндік береді.